Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Алмалы бәліш рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, нәзік бәлішімізді дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салатын боламыз. Және үстінен 200 грамм қантымызды қосып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ағарып көпіргенше үздіксіз араластыратын боламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Дәл осылай сұйықтыққа айналғанша араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызға шарлоткамызды қосамыз және қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, електен өткізіп салатын боламыз. Електен өткізгенде 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосыңыздар ұндарыңызды. Електен өткізсеңіздер, бәліштеріңіз жақсы көтеріліп пісетін болады. Мінекей дайын болып қалды. Массамыз дәл осылай болады. Енді кезекте алмамызды 4 бұрыштап турап қосатын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз қоюланды. Дәл осындай кезде пешімізді қыздырып дайындайтын боламыз. Мінекей дәл осындай болған кезде ыдысымызға салатын боламыз. Сіздерді жасап көруді кеңес етемін. Жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, бетін тегістейтін боламыз енді кезекте. Әсемдеу үшін алмалар дәл осылай турап алып, бетіне қойып шығамыз. Қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен осылай сәндеп жатырмын. Өте пайдалы пирог десек те болады бәлішіміз. Бөлме температурасында суытып, бірақ кесетін боламыз. Мінекей бәлішіміз дайын болды, алмалы бәлішіміз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Бір жасағынан шығады. Көргендеріңіздей жасалу жолы өте оңай. Ең пайдалы бәліш. Сіздермен болған Алуа. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.